Бақа ханзадасы. Ертеде бір патша өмір сүріпті. Және оның бірнеше қызы болыпты. Барлық қызы әдемі еді. Әсіресе оның ең кіші қызы ең сұлу болатын. Тіпті жарқын күн шығып, әрқашан оның бетіне күн сәулесі түскенде, оның сұлулығына бәрі таң қалатын. Ең кіші ханшайым орманда, терең тоғанның жанында отыруды жақсы көретін. Сол күні ханшайым алтын доппен ойнап жүрді. Және кездейсоқ оны суға түсіріп алды. Ханшайымның көңілі қатты түсіп, және қатты жылаған болатын. Оның қатты жылаған дауысын тоғандағы бақа естіп, ханшайымға көмектесуге асықты. Ол ханшайымға допты алып беруге уәде берді. Оның орнына ол ханшайыммен дос болуға және күн сайын серуендеуге уәде берді. Содан кейін бақа допты алып ханшайымға берді. Алтын допты алғаннан кейін ханшайым қашып кетті. «Мені күтіңіз!» деп қатты айқайлады бақа. Бірақ ханшайым оған назар аудармады. Бақаны тоғанда қалдырып, ханшайым үйіне қарай жүгірді. Келесі күні ханшайым патшамен бірге түскі ас ішіп отырғанда, кенеттен сарайдың сыртынан бақаның айқайлағаны естілді. Ханшайымның бақаға есікті ашқысы келмеді. Бірақ патша оған есікті ашып, бақаны кіргізуді бұйырды. Бақа ханшайымнан оған табақ әкелуін сұрады. Ханшайым еріксіз табақты әкелді. Бақа бұған өте риза болды. Бақа түнде келіп, ханшайыммен бірге төсекте ұйықтағысы келетінін айтты. Ханшайым ашуланып, бақаны ұстап алып, оны қабырғаға лақтырып жіберді. Жарқын жарық жарқырап, ханшайымның бөлмесінде кенеттен әдемі ханзада пайда болды. Ханзада оған күлімсіреп қарады. Бақаның ғайып болып ханзадаға айналғанына ханшайым өте таң қалып қуанды. Ханшайым мен ханзада бір-бірін сүйді. Келесі күні ханзаданың Генри атты сарай қызметшісі пайда болды. Ал сарайдың алдында 8 әдемі атты арба пайда болды. Генридің кеудесінде 3 түрлі темір сақинасы болды. Бір түрлі кісенге ұқсас еді. Себебі ханзада бақаға айналғаннан кейін Генри өз жанының ауыртпалығынан құтылу үшін сиқырлауды сұраған. Ханшайым мен ханзада арбаға отырып, бірге ханзаданың сарайына жол тартты. Жолда арба қатты шайқалып, бір нәрсе қатты сықырлады. Олар арбаны бұзылды деп ойлады. Шындығында Генри ханзаданы көрмегеніне ұзақ уақыт болған еді, және өзінің бақытты екеніне сенбеді. Шындығында өздігінен сынып, жоқ болып кеткен темір кісендердің сылдыры естілді.